Ал енді біз осындай есепті шығаруды үйренейік. Синус альфа қосылған 2-ден 1, е? 2-ден 1 дегеніміз, ол таблица бойынша бізде синус пи бөлінген 6-да немесе синус 30 градуста беріледі, е? Таблица бойынша бізде синус мына пи бөлінген 6 2-ден 1-ді береді. Көрініп тұр ма? Немесе оны 30 градус деп жазбасақ та болады өзіміз үшін, е? Енді біз осы 2 синус альфа қосылған синус бетта формуласына салатын болсақ, 2 синус альфа қосылған бетта бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус бетта бөлінген 2-ге саламыз. Бұл жақта мен синусты алуды ұйғардым. Сонда бізде альфаның орнында альфа, беттаның орнында 30 градус болып тұр, е? Сонда альфа плюс 30 градус бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус 30 градус бөлінген 2 арқылы бізде көбейткіштерге жіктеледі. Ал енді косинустарын көрейікші. Косинустарда төберасты 3 бөлінген 2 қосылған косинус альфа дейді. Таблица бойынша алатын болсам, бізде төберасты 3 бөлінген 2 ол пи бөлінген 6-ны береді. Е? То же самое 60 градус. 30 градус. Енді мен оны пи бөлінген 6 ретінде қалдырдым, е? Біреуін градуспен, біреуін радианмен алуды ұйғардым. Ал енді кеттік. Косинус альфа қосылған косинус беттаға келіп тұр, е? Бұл жерде бізде формула бізде 2 косинус альфа қосылған бетта бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус бетта бөлінген 2-ге келіп тұр. Альфаның орнында пи бөлінген 6, беттаның орнында альфа. Енді орнына қоятын болсақ, 2 косинус альфа қосылған бетта бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа минус бетта бөлінген 2, е? Мынау альфа мен беттаның орнына өзінің берілген есептің шарты бойынша қойып шықтық. Ал енді тангенсті қояқшы. Тангенсті қараймыз. Бізде тангенс 75 градус, азайтылған тангенс 15 градус, е? Оны формуламен аламыз. Мынау тангенс альфа минус бетта формуласы, дұрыс па? Сонда синус альфа минус бетта бөлінген синус альфа көбейтілген синус бетта дейді. Міне біз сол альфаның орнына 75-ті, беттаның орнына 15-ті алдық. Сонда синус 75 азайтылған 15 бөлінген синус 75 көбейтілген синус 15, е? Енді 75-тен 15-ті азайтсақ қанша болады? 60 болады, дұрыс па? Соны жазып қоямыз. Синус 60 градус бөлінген синус 75 көбейтілген синус 15. Синус 60 градус ол бізде төберасты 3 бөлінген 2-ге береді. Ал бөлімін өзін жазып қоямыз. Енді бөлімін, біз алымы ретінде алатын болсақ, және оны бөлетін кезде біз бөлгіштерді бөлеміз ғой, алымы мен бөлімін аударып қоямыз да, сонда бізде 1 бөлінген синус 75 көбейтілген синус 15 болады. Сонда төберасты 3 бөлінген 2-ге көбейтсек, алымын бөлімін көбейтіп шығамыз. Бізде төберасты 3 бөлінген 2 синус 75 синус 15-ге келіп тұр. Және осымен есеп аяқталды.